Қазіргі біздің өтетін келесі тәсіліміз ол үш позициялық тәсіл деп аталады. Бұл коммуникацияда қолданылады. Адам үш позицияда болады. Мен, сен және ол. Ол деген метапозиция деп те аталады. Мен деген ол өзінің тұрғысынан сөйлеу. Мен не сезіп тұрмын, маған қазір жақсы, маған жаман деген мысалы сондай сөйлеулер ол мен позициясына жатады. Сен позициясына мен сені түсініп тұрмын, мен сені естідім деп адам өзін екінші адамның орнына қоя алса, ол сен позициясына жатады. Метапозиция деген ол үшінші позиция, менге де сенге де жатпайды, сырт көзбен қарау. Немесе оған заңдар, өмірдегі ережелер, тәртіп, мораль тұрғысынан үшінші жақты қарастыру позициялары мета дейді. Тыс деген сөз білдіреді, мета деген мен сеннен тыс позиция. Енді бұның мәнісі неде? Бұл коммуникацияда пайдаланады. Егер адам үнемі мен позициясынан ғана сөйлесе, ол екінші адам түсіне алмайды. Себебі ол сен позициясына кіре алмайды. Тек маған жақсы болса, мен не сезіп тұрмын, ол екінші адамды естімейді. Сен позициясында екінші адамды естімейді. Егер ол адам үнемі сен позициясына кіре берсе, мысалы мен сені түсініп тұрмын, саған қазір сондай жаман деген сияқты, немесе саған бәрі выгодны болсын деген сияқты, мысалы келіссөздерде егер ол сен позициясына көп кіре беретін болса, онда ол менін жоғалтып алады. Өзіне пайдалы керекті нәрселерді жоғалтып алады. Егер мен сен деп екі адам саудаласу позициясына кіріп кетсе, не істеу керек? Ол екі позициядан шығып, сырт позициядан қарау керек. Заңдылықтар, мораль тұрғысынан деп айттық. Қазір мысал келтірген кезде түсінікті болады. Бұл методтардың бәрі негізі манипуляция методтарына да жатады. Манипуляция деген бір құлдық сияқтыға жатады да, былай қарасаңыз. Манипуляция деген негізі мағынасы қимыл істі білдіреді. Кез келген адам манипулятор деп айтуға болады. Әсіресе балаларда көп кездеседі. Шантаж деген нәрсе де манипуляцияның түріне жатады. Мысалы, бала магазинге кіреді, одан кейін бір зат алып бер дейді. Мысалы, тәтті кәмпит алып бер дейді. Оған шешесі айтады, жоқ, сен тісін ауырады, болмайды. Бала не істейді? Жерге жатып жылайды. Жер тепкілейді, магазиннен шықпай қояды. Анасы не істейді? Кәмпитті алып береді. Бұл енді манипуляцияның бір ашық түрі манипуляцияның. Манипуляцияның жабық, ашық түрлері болады. Және жабық манипуляциялар болады, ол білдірмей жасалатын. Жаңағы мысалы мен сен ол позициясы келіссөздерде манипуляцияның бір түріне жатқандықтан оны білдірмей пайдаланады адам. Тіпті өзі де білмей пайдаланады. Көп нәрселер солай пайдаланады. Бізде барлық методтар өмірден алынғандықтан, адамдардың өмірінен зерттеу арқылы алынған методтар болғандықтан, кәдімгі өзінің өмірінде күнделік пайдаланып жүр. Просто оны түсінбейді. Саналы түрде пайдаланбайды. Бір керек емес жерлерде бүйтіп, мен мысал келтіремін де, методтар, модельдердің бәрі қару. Мен айтып жатқан метод, басқа да кез келген ғылыми методтар, психологиялық методтар, олар қарудың түріне жатады. Сондықтан жаңағы құралды манипуляциядан шығып отыр ғой. Біз құралды манипуляция ретінде пайдалануға болады, және қарым-қатынасты дұрыс түзеу, коммуникацияны реттеу үшін де пайдалануға болады. Сондықтан ең дұрысы дұрыс пайдалану. Сондай ешқандай проблема да шықпайды, өкінішілік те болмайды дегенде. Манипуляцияда мысалы жаңағы гаиден бастады. Мысалы гаи тоқтатты. Адам не істейді? Манипуляция, сасқалақтаған кезде де манипуляция жасайды. Ол гаиге былай дейді. Енді өзім өмірімде болған пример. Мен мектепке асығып бара жаттым. Балам далада тұр. Жаңбыр жауып тұр. Жаңағы ары қарай кіргізбейді, ол жаңағы охранадан өтіп кеткеннен кейін. Балам судың астында тұрғандықтан мен жаңағы жылдамдықты асырып айдауға мәжбүр болдым деп айта бастағаннан кейін ол гаи маған не деді? Ой, енді келесі жол былай жасамаңыз деп жіберді. Былайша айтқанда манипуляцияның бір түрі болып кетті. Мен не істедім бұл жерде? Мен позициясына кіргіздім. Мені түсініңіз, маған жаман, мен. Енді қазір ойыңызға не келіп отыр? Бар ма сондай жағдай басыңызда?
Біреу келеді де сен мені түсін, менің жағдайым осындай, мен бүйткенде, мен сөйткенде, мен өмірде көрмеген қиыншылығым жоқ. Негізі ол манипуляцияның бір түрі. Бірақ рас ол адам басында бар жағдай болуы мүмкін, иә. Бірақ оны қалай пайдаланасыз? Мүмкін рас ол адамға көмек керек шығар. Бір жерде мен сіздерді бір қаныпезер болып, ондай бол дегенге шақырып отырған жоқпын. Бір жерде мені шақырып отырғаным распознавать дейді, соны тани білу керек. Және оның қаншалықты әсерін, себеп салдарын тани білу керек те. Мысалы, жаңағы адам сізді сөйтіп өзінің жағдайына кіргізіп, сізден ақша алып, мысалы, бізде мынандай ситуация болған. Бір мен танысымның жаңағы жолдас қызы келіп, жаңағы өзінің жағдайына кіргізіп, анаған кредит іліп қояды басына. Енді адам уже бәленбай жыл болды сол кредиттің зардабын шегіп жатыр. Кредитті жапса да зардабы әлі бітпейді. Кредит жапқан, бірақ енді бір нәрсе алайын десе, жаңағы қара тізім дейді, черный списокта деп, еш нәрсе ала алмайды ғой. Сондықтан жаңағы бір кішігірім ақша үшін ол ана ақшаны бермей кеткені бір басқа, оған проблема туындатқызып, ол әрең дегенде жапқаны бір басқа. Енді соның зардабын әлі күнге дейін кешіп келеді. Мысалы, бір өткенде бір акциялар болды, машиналарға там 5% кредит салоннан алсаңыз деген сияқты болған кезде, мысалы, ол программаны пайдалана алмады, қазір әлі күнге дейін машина ала алмай жүр да, мысалы. Сол сияқты адам манипуляцияға не үшін кірмеу керек? Оның зардабын шекпеу үшін. Ол кезде ол неге кірді? Жанашырлықпен кірді. Себебі ана адам оны мен позициясына кіргізіп алды. Мені түсін, мен сондай, мен мындай деп. Енді екінші позицияны алайық, сен позициясы. Сен позициясы ол мен сені түсінуім. Жаңағы екінші адам негізінде сен позициясынан ананы түсінді. Енді сен позициясы былай: мен сізді түсініп тұрмын. Мен сіздің орныңызда болсам солай істейтін едім деп, екінші адам орнына өзін қойып сенге кіру. Мен позицияны шығып, сен позициясына барасыз да, сіз оның жағдайын керемет жақсы түсінесіз. Сен позициясына кіріп кетті. Ол егер мен позициясынан сөйлесе, мысалы, жарайды, сен жағдайын нашар, сенде осындай ақша керек болып тұр, бір совсем уже күйіп бара жатсың, бірақ сен мені де түсін деп, сен позициясынан анадан мен позициясына өтіп кетсе, сен бірақ мені де түсін. Мен ертең саған кредит алсам, менің жағдайым не болады деп. Түсініңіз ғой, қалай пайдалану керек? Мен сен позициясын ауыспалы түрде пайдалану керек. Мен сен позициясын дұрыс пайдаланғанда біз бір-бірімізді түсінеміз, түсінушілік болады. Бірақ қазір метапозицияға келеміз, ол позициясына. Сондықтан адам қарым-қатынаста біз аумалы-төкпелі үш позицияларды пайдаланып отырамыз. Енді жаңа манипуляция туралы айттық, бірақ дұрыс қарым-қатынасты пайдаланғанда адам өзін екінші адамның орнына қоя білу керек. Егер ол мен позициясынан ғана сөйлей берсе, ол жан-жағында мүлде адам қалмайды, ол адам. Ешкім онымен араласқысы да келмейді, себебі ол уже эгоизмге кетеді. Егер адам аумалы-төкпелі сен позициясын кіріп, сен екінші адам ойын тыңдай алып, оның орнына өзін қоя алса, кейбір адамдар болады екен, бір адамның орнына өзін қоя алмайды. Бір адам бар, Алла сақтасын, мысалы, біраз жасқа келді, баласы жоқ дегенде, екінші адам баласы бар. Сонда жаңағы бір ситуация болғанда, ана баласы бар адам, баламен бір ситуация болса, ол ана ретінде түсінікті, екінші адам оны түсіне алмауы мүмкін. Себебі ол ондай рөлде жоқ та. Бірақ егер ол адам эмпатия дейді, жаңағы жылулығы бар адам болса, жылулығы бар, ол оны түсіне алады. Былайша айтқанда адамгершілігі бар дейміз ғой, жаңағы эмпатия, жылулығы бар адам, ол өзін екінші адамның орнына қоя алады. Ол адам не күй кешіп тұрғанын, қаншалықты ол адамға ауыр тиіп тұрғанын түсіне алады. Ол мен сен позициясын дұрыс пайдалану, ол адамның жаңағы қаныпезер болмауына, жаңағы бір-біріне түсінушілікке, дұрыс түсінушіліктерге әкеледі. Сондықтан кез келген, жаңағы мен айтқандай, қаруды дұрыс пайдалансақ, ол шеберлікке айналады, дұрыс пайдаланбасақ, ол суық қаруға айналады. Мен сен позициясын дұрыс пайдалану керек. Енді үшінші позиция, ол өте маңызды рөл. Оны білу керек. Ол манипуляциядан шығудың бір жолы үшінші позицияға өту, сырт көзбен қарау.
Біріншіден біз бұл жаңағы екі ситуациядан шығып сырт көзге шығып кеткен кезде дұрыс баға бере аламыз ситуацияға. Осы не болып жатыр мына жерде? О, ананы айтып жатыр, мен мынаны айтып жатырмын, не болып кетті өзі деген сияқты. Және үшінші позиция моральдық тұрғыдан. Енді жаңағы тура сол ситуацияны моральдық тұрғыдан алып қарайық. Заңдық тұрғыдан алып қарайық, басқа тұрғылардан алып қарайық. Енді жаңа гаидің ситуациясында ол маған не деп жауап береді? Айналайын, мен сені түсініп тұрмын, бәрі керемет, бірақ мына жерде камера тұр. Үшінші тұрғы ол позициясы камера. Мен сені жіберсем де камерадан саған штраф келеді деген сияқты. Түсінікті ғой, мысалы. Үшінші тұрғы деген қандай тұрғы? Сол сияқты жаңағы екі жолдас қыздың арасындағы ситуацияда, мысалы, үшінші позицияны алып қарағанда, адам не, сіз қандай оценка бересіз? Қандай жаңағы екі адам сөйлесіп тұрған көріп тұрсыз, мысалы. Әрине, сіз үшінші позициядан былай дейсіз. Негізінде әр адам жауапкершілік өзінде. Сен қазір мына адамға көмектесіп кредит алып бергеніңмен, ертең егер ол жаба алмай қалса, сенде проблемалар туындайды, ертең қара тізімге кіресің, сен өмір бойы бір ешқандай шанс, возможностьтарды пайдалана алмайтын болып қаласың дегендей. Рас па? Рас. Бар нәрсе ма? Бар нәрсе. Оған қарсы не айта алады? Бірінші тұрғыдан, екінші тұрғыдан не айтуға болады? Үшінші тұрғыға қарсы еш нәрсе айтуға келмейді. Сондықтан жаңағы біз немесе біреу келіп, мынаны істеп бер деп жалынады. Бірақ заң бойынша олай істеуге болмайды. Енді мысалы, сіз келіп, мен налог төлемейін деп жалынсаңыз, қалай ол көрінеді? Заң бойынша төлену керек налог деген сияқты. Сондай анализ ретінде үшінші позицияға бәрі жатады, сырт көзбен қарау. Сондықтан мен сен позициясын аумалы төкпелі түрде пайдаланып, үшінші позицияға, метапозицияға шығып, анализ жасап, сараптап, заңды басқа тұлғалардан қарап, мәселені шешсеңіз, сөйтіп қарым-қатынастар қалыптастырсаңыз, онда сіздің өміріңізде жаңағы манипуляцияға түсу, проблемаларға кіріп кету, адаммен қарым-қатынасты бұзу проблемалары азаяды, не мүлде жойылады деп айтуға болады. Сондықтан осы видео барысында ойыңызға қандай бір ситуациялар келді ма? Сізде мынандай ситуациялар болды ма? Біреудің мен деген түсінуіңіз келіп, мен позициясында тұрған адамға түсініп, сол адамға жәрдемдесіп, өзіңіз бір проблема ұшыраған кездер болды ма? Болған болса, сол кезде үшінші тұрғандан не айта алатын едіңіз? Тіпті комментарийға нақты оқиғаны айтпасаңыздар да, жай жазсаңыздар, бір жағынан миыңыз тазаланады, бір жағынан бір сараптама жасап аласыз. Немесе керісінше, сен позициясын түсінбеген кездеріңіз болды ма? Кейін өкініп, ол адамды кезінде түсінбеп, енді өзім сол жағдайға келгенде адам түсініп тұрмын деген кездер болды ма? Сол ситуацияны бір сараптап жазсаңыз, осындай ситуация бұл. Мүмкін келесі жолы сіз жұмсағырақ боласыз ба? Адамгершілігіңіз молырақ бола ма? Сол жағын бір ойланып көрсеңіз. Бұл мен, сен, ол позициясын өміріңізде аумалы төкпелі дұрыс түрде пайдаланып, үлкен бір жетістіктерге жетуге тілектеспін. Мен YouTube парақшамға жазылыңыздар. Осы сияқты әдемі, керемет өміріңізге пайдалы методтар бар. Тағы да айтатыным, барлық методтарды жаттығу керек, жұмыс жасау керек, миымызға көрсету керек. Сол кезде қалыптасады, әдептер қалыптасады дедік. Кездескенше қош сау болыңыздар, пайдаланыңыздар, жақсы күндеріміз көп болсын.